Менің атым Бумын. Мен ұлы түрік қағандығын құрған алғашқы түрік қағанымын. Ал ұрпақтарым сендерге сүрген өмірім жайлы айтып берейін. Өзім ғұн заманынан келе жатқан ашина текті билеушілер әулетінен шыққанмын. Туған туысқанымның барлығы қолында мыңдаған әскерімен асып тасқан байлығы бар ақсүйектер. Сондықтан жастық шағым алаңсыз өтті. Ал 52 жасымда әкем қайтыс болғанда жабу лауазымын алып, өз елімнің тағына отырдым. Елім үшін бұл қиын заман болатын. Біз ауқатты Жужан қағандығының құрамында соларға темір өндірумен айналысатын бодан халық едік. Егемендікті аңсап жүрген кезіміз. Сол кезде Жужандардың жауы Батысве императоры бізге қарай елші жіберді. Бұл елшілік біздің тәуелсіздігімізге бірінші қадам болды. Егемендік иесін сезген халқымыз қуанып, соғысқа дайындала бастады. Жужандардан жасырып Батысве императорына сыйлықтар жіберіп, жақсы қарым-қатынас орнатып алдық. Бірақ империя қолдап отыр екен деп, андаусыз соғыс ашу апатқа алып келер еді. Жужандарға қарсы шығу үшін біздің күшіміз әлі аз болатын. Сол кезде батыстағы теле тайпасы Жужан бодандығынан әбден шаршап көтеріліс бастады. Бірақ теле әскері Жужан астанасын шауып бара жатқан жерінде біздің көбе сауыт киген сарбаздар олардың алдынан шығып тоқтатты. Мән жайды түсінген теле ақсақалдары маған бас иіп, қатарымызға тағы 50 мың түтін қосылады. Бұл менің Жужан билігіне жасаған екінші қылмысым болды. Менің халқым бостандық үшін соғысуды қалап тұрды. Бірақ бірінші болып соғыс бастау үшін маған сылтау керек. Сол үшін мен Жужан ханы Анагуйдан оның қызын сұрап хабар жібердім. Сен мен үшін темір балқытып жүрген жұмыскерсің. Маған бұлай ұсыныс тастауға қалай ғана дәтім барды. Маған нақ осы жауап керек еді. Енді мен оның сөзіне ренжігендей болып соғыс аша аламын. Қайтар жол болмау үшін Жужан елшісін өлтіріп, тез арада батыстың императорымен келіссөз жүргізіп, оның қызына үйлендім. 62 жасында қыста қалың қол жасақтап, Жужан мемлекетінің тас талқанын шығардым. Жужан ханы Анагуй өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Ал ұрпақтары жан-жаққа қашып құтылды. Ал мен тек төр заңына бағынатын егемен түрік қағандығын құрдым. Осылайша өз халқыма егемендік сыйлаумен сол жылы өмірімде аяқталды. Ұрпақтарым, қандастарым, біздің мәңгі еліміз әрдайым шыңда бола бермеген. Басқа елдің бодандығында болып тілімізді, салтымызды жағалтып алар кездерде болды. Сендерге айтарым, қандай қиын жағдай болмасын, тәуелсіздік пен бостандық үшін күресуді тоқтатпаңдар. Әр заманда егемендік рухы жанып тұрған бір азамат болса, еліміз тәуелсіздігін жоғалтпайды деп сенемін. Құрметті көрермен, видео ұнаса арнаға жазылып қолдау көрсетулеріңізді сұраймын.